Баршаңызға сәлем. Бүгін қолдан айран ұйыту тәсілін көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Және де ұнаған болса, комментарий жазып лайк басыңыздар. Каналға тіркеліп алсаңыздар болады. Күнделікті қарапайым үй жағдайында оңай рецепттер салынып жатыр. Айран міне осындай қою, түйіршіксіз, қаймақтың қоюлығындай өте дәмді болып шығады. Бастысы айранның жағдайын жасап, әдемілеп ету қажет. Ол үшін алдымен қолдың үстін сауып алып келеміз, сиырдың үстін. Қазанды отқа қоямыз. Енді сауып келген сүтімізді арнайы сүзгіштен сүзіп құятын боламыз. Міне осылай сүтімізді сүзіп құйып аламыз. Енді оттың астын жағып, сүтімізді тасытпай пісіріп аламыз. Міне сүтіміз пісті, көтеріліп келе жатыр. Оттың астын өшіреміз. Енді бұл сүттің суығанын күтеміз. Сүт суып, жылы болып тұр. Енді жылы болып тұрған сүтті таза жуылған банкаға құйып аламыз сүтті. Жылы сүтімізді бетіндегі қаймағымен бірге құямыз.